Жасанды интеллект мектеп директорларының көмекшісі Алатау қаласына қарасты жаңа талап ықшам ауданындағы нөмірі 11 мектепте білім саласының менеджерлері бас қосты. Семинарда нейрожелілер арқылы жұмысты жеңілдетіп, стратегиялық жоспарлауда цифрлық форматқа көшірудің жолдары талқыланды. Толығырақ келесі бейне материалда. Білім беру жүйесіне цифрлық революция келді. Мектеп менеджменті енді жаңа форматқа көшуде. Бұл жолғы семинардың негізгі мақсаты уақытты бос шығындамай, жасанды интеллект мүмкіндігін максималды пайдалану. Директорлар бұрынғыдай сағатта есеп жазудан арылып, жұмысты толық автоматтандырудың қыр-сырын меңгерді. Қатысушылар үшін бұл құр теория емес, күнделікті басқару процесін жеңілдететін нақты инновациялық шешімдер алаңы. Мен өзім басшы ретінде таңғалдырған бір керемет мектеп Smart School деген электронды форматта мектепті басқару жүйесін таңғалдырғаны. Бұл мектептің бүкіл ұстаздарымен, оқушылармен, ата-аналары сол жүйеге қосылып, сол жүйе арқылы өздеріне дереу осы мектепте болып атқан іс-шаралар туралы деректер ала алады екен. Мектепте болып атқан проблемалары тез ара ата-аналарға жеткізіледі екен. Жас директорлар мектебі қауымдастығының 50-ден астам мүшесі технологиялық трендтерді тәжірибеде сынап көрді. Басты назар есептерді секунд ішінде форматтау мен мектептің ішкі мониторингін қатесіз жүргізуді аударды. Заманауи тәсілдер басшыларға тек техникалық жеңілдік қана емес, білім сапасын тереңірек талдауға мүмкіндік бермек. Инновациялық құралдарды меңгерген басшылар енді стратегиялық шешімдерді деректерге сүйене отырып қабылдайды. Кішігірім жиналыстар бізде, соның хаттамасын жасау. Сіз жиналыс барысында кімге қандай тапсырма бердіңіз, қандай лауазым тұлғаға, және оның мерзімін, жауапты тұлғасын атап отырсаңыз, ол сізге 5 минуттың ішінде хаттамасын жасап береді. Smart School платформасы арқылы өткен оқу жылында біз 68,9%-бен аяқтасақ білім сапасын, қазіргі таңда 70,3%-бен аяқтап отырмыз. Сонымен қатар біздің алтын белгіге үміткер оқушылардың саны да өсіп жатыр. Семинар соңында қатысушылар жаңа технологияларды келер оқу жылының жоспарына енгізу бойынша нақты жобаларды әзірледі. Бұл құжаттар мектеп менеджментін толық цифрландырудың жол картасына айналмақ. Өзара тәжірибе алмасқан ұстаздар мен басшылар енді бұл жаңашылдықтарды өз мектептеріндегі іс жүзінде қолданатын болады. Дастан Маратұлы, Абылай Құттықбай, Қонаев медиа.